Жазылар естеліктер мен туралы, біреулер жан еді дер өр тұлғалы, біреулер тұлпар еді дерде мүмкін, бүтінделмей кеткен бір ер тұрманы. Иә, Ақиық ақын 45 жылдық ғұмырында сан ғасырға азық болардай мол қазына қалдырды. Көпегеген қазақтың қасиетті қара өлеңін биіктерге өрлетті. Оған бүгінгі таңда бәріміз де куәміз. Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермен. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың мол мұрасы бүгінгі таңда барша қазақтың мақтанышына айналды. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін жыр жолдарын көкірегінде саңлауы бар әрбір азамат жатқа айтады. Жалпақ жұртшылықтың жадында жатталған ақын өлеңдері уақыт өткен сайын өскелең ұрпақты да өз әлеміне үйіріп келеді. Мұқағали Мақатаев бүгінде бар қазаққа мәшһүр болған есім. Ал ақынның азан шақырып қойған аты Мұхаммедқали екенін бірі білсе, бірі білмейтін анық. Қазақ ат қоюға аса мән берген халық. Ендеше балаға мұндай есім берген ақынның туып өскен отбасы қандай болды деген сауал келеді көкейге. Енді ол кісі сол ең үлкені болды, Сүлеймен Ақсақалдың. Әкеміз азан шақырып қойған аты Мұхаммедқали екен. Бүкіл қарасаз айтады. Мынау өзінің әжесі Тиын деген кісі болған. Сол ауылда өте бір сыйлы адуында сондай бір адам болған. Сол кісінің тәрбиесінде болған. Өйткені өте діндар кісі болған екен. 5 уақыт намазын қалтырмайды екен. Ақынның әкесі Сүлеймен қарапайым кісі болған. Колхозда сушы, шалғыншы болып жұмыс істепті. Тұңғышы Мұқағали өмірге келгенде азан шақырып атын өзі қойған. Бірақ ата дәстүрді сақтаған текті әке алғашқы баласын әжесі Тиынның қолына тапсырады. Тұрпаты бөлек Тұрымтайдай ұлды қарт ана бауырына басып өз тәрбиесіне алады. Енді ол кісі мына әкеміздің бұлай өмірінде үлкен орын алған кісі. Өлгенше сол Тиын апамызды айтып кетті ол кісі. Енді шешесінің де орны бөлек Нағим апамыздың. Соның ең ерекше бір сол мейіріммен, немерелік сүйіспеншілігімен еске түсіретін сол Тиын апамызды. 15-16-ға шейін әкеміз енді кішкене ес тұтқанға шейін сол кісінің тәрбиесінде болыпты, сол Тиын апамыздың. Жас Мұқағали 14-15 жасынан өлең жаза бастайды. Төбесі а баласы үйге қалың кітаптарды үйіп тастап, бірінен кейін бірін бас алмай оқиды екен. Ауылдың атқамінерлері сол кездақ таңданып, Нағиман шеше, сіздің тентегіңіз осынша орысшаны қайдан үйреніп жүр дейтін көрінеді. Кейін ауылдағы мектепте орыс тілі пәнінен сабақ беріп қызмет істейді. Аудандық газетте өлеңдері жиі жарияланып тұрады. 2 бөлмелі қаратам үйде тұрдық. Сол үй өз түгел кітапқа толы болатын. Ылғи әйтеуір қарасам жазып отырған әкем. Сол өзінің столы болатын. Сол жерде жазып отырады. Онан кейін мынау орыс журналдарын, роман газета дейсіз ба, иностранная литература дейсіз ба, вокруг света дейсіз ба, көп сол бүкіл сонда ақшасы қалай бүкіл бір зарплатасын соған жіберген ба, әйтеуір жаздырып алатын. Жас ақынның жарыққа шыққан өлеңдері оқырман қауымын тез баурап алады. Сол кездегі әдебиетке енді ғана аяқ баса бастаған жастар Мұқаңның тамаша өлеңдерімен танысқаннан кейін оны көруге қатты ынтық болған екен. Кейіннен әдебиетші аға буын өкілдері Мұқағалиды Алматыға шақыртып алады. Енді бұл маған шығар деп айналағымдағы айтсам бәрін ұнады. Соңғы кейін енді осыны іздедім осы ақынды тапсам. Кейін Алматыға оқу іздеп келгенде Алматыдан сұрасам, Алматыдан сол күні. Соны Тұманбайдан сұрасам айтады, ой, сендер сөйтіп жаттап алдыңдар ма? Бізде осы өлеңді тамаша көріп, Нұрғожа Оразбек екеуміз ауыл шаруашылығы жұмысында жүргенбіз, оңтүстік жақта. Сонда қолымызға тиді журнал. Содан жаттап алдық, біз де білеміз. Біз де іздеп жүрміз сол Мұқағалиді. Бұл Алматыда жоқ ол дейді. Творчествоның негізі өзінің барлық пісіп жетілуі осы Алматыда болды ғой деп есептейміз. Ақын Әбділда Тәжібаев сол кісі өзі өлеңдерін оқып, мына жігіттен бір үлкен ақын шығады екен деп арнайы сол шақырған. 63 жылдары Алматыға келдік. Онда радио комитетте істеп жүрді. Сая болып жаныңа емен терек, жетер енді жатқаның көлеңкелеп. Өгейсінбей өзі боп қалу үшін өнер керек ұрпаққа,
өлең керек. Ақын қалаға келгеннен кейін өлең жазуға барынша ден қояды. Адамзаттың шыр етіп, өмірге келген сәби сәтінен бастап, қалтылдаған қария шаққа дейінгі ғұмырын өлеңмен өрнектейді. Шынайы махаббат пен пәк сезімді жырмен тербетеді. Адалдық пен достықты ән қылып шарықтатып, өмірдің құпия сырларына құлаштай қол сермейді. Мұқағалидың өзінің тірі кезінде 7-8 жинақтары бір таңдамалы шықты. Оның өзі жұқа болып, таңдамалысы ғана бір ұшпаспа табақ болды. Сөйтіп шықты. Ал енді көп өлеңдері өзі қайтыс болғаннан кейін шықты. Мұқағали Мақатаевтың поэзиясы әлі де зерттелу үстінде. Көптеген әдебиетшілер ақын өлеңдерін сан қырынан саралауда. Зерттеуші ғалымдар мұзбалақ ақынның терең мағыналы жырларын әр түрлі ілім ғылымға жол ашатынын айтып, түрліше мысалдар келтіреді. Құман алған, суға барған сұлуымды сағындым. Сырғаланған, қуған арман құлынымды сағындым. Басшағын оқығанда маған былай ой келді. Суға барғанда қазақтың келіншектері әкпіш алып, екі шелекпенен барады суға. Оны құман алып қана суға барғаны қалай дегенде астары бар дегендей сөзде астар болады. Олар біздің әдебиет теориясында эллипс деп аталады. Сондай эллипстері бар болған ой. Неге құман алған дейміз. Осыған ой жіберсең, құман алып неге барады? Суды жылыту үшін барады құманмен. Демек оның ата енесі бар. Солар намаз оқиды. Баяғы дін. Соларға су жылытып беретін жақсы иманды келін. Зерттеушілердің қатарында ақын жазушыларымызбен қатар дін жолында жүрген ғалымдарымыз да бар. Ақын өлеңдеріндегі көркемдік шешімдер мен діни көзқарастарды дінтанушы магистр Қызырғазы Мәлікұлы былай түсіндіреді. Қаймағы бұзылмаған қайран дінім, қаймағың быт-шыт болды қайдан бүгін, қыбылаға бет бұрып, қол қусырып, сәждеге бас қоятын қайда күнім дейді. Қаймағың быт-шыт болды қайдан бүгін дегенде, осы мұсылмандар аты мұсылман болды да заты өзгере бастады. Яғни исламнан алыстай бастады. Сол кезде қаймағы быт-шыт болды. Яғни зұлымдыққа барды, ашкөздікке барды. Дүниені бірінші орынға қойды да бірін-бірі қырғындады. Осының барлығын тарихтан, яғни тарих сақанасынан Мұқағали көңілінің көзімен көрді деп айтамыз. Мұқағали Мақатаев қылышынан қан тамған кеңес заманының өзінде қоғамдағы сан түрлі өзгерістерді көзімен көріп, қасқайып тұрып, сатпаймын, сатқан емен дінімді мен деп жырлаған батыр ақын. Әкемізден де бұлай естияр кезінде білем, бұл кісіде мына дұға, Құранды жақсы білетін. Енді әлі есімде, мына мен онда студентпін, Құранның қазақша нұсқасын көрмеппін. Ал әкеміз сол Құранның орысша жазылған нұсқасын алып келді үйге. Сонда маған көрсетті, әкем, міне мынау Құран болады, соның орысша тәржімасы, осыны оқы деп. Соны мен де ақтарып біраз оқыдым. Елеусіз Ахмет Кәрім деген кісінің мақаласында айтылады. Мұқағалиға туыс болып келеді, ауылдас болып келеді екен. Әкем Ахмет Кәрім Райымбек аудандағы мешіттің наиб имамы болатын дейді. Өте сауатты кісі болатын. Құран кәрімді 10 қалың дәптерге қазақшалап аударған сондай бір өте терең білімді кісі еді дейді. Шешеміз қайтыс болды, жазғы демалыста Мұқағали ауылға келді дейді. Үйге келгеннен кейін жаңағы шалқасынан шашын тайрап қайырған, сондай үстіне тор көзді жейде киген, сондай салауат деген кездерде Мұқағалияға келді, келіп көңіл айтты шешемізге. Сонан кейін отырып жаңа дастархан басында әкеміз Құран оқыды дейді. Әкеміз Құран оқып болғаннан кейін Мұқағали айтты дейді, ата мен де Құран оқысам бола ма деп. Оқи ғой, сауабы тиеді деді. Мұқағали Құран оқыды. Сол кезде әкеміз басын изеп кәдімгідей оған мүлгіп тыңдап отырды дейді. Ал Мұқағали кеткеннен кейін әкеміз айтты дейді, Мұқағали Құранды қайдан үйреніп жүр? Тәжуид бойынша өте сауатты оқыды. Бұл жігіттің көкірегінде дін бар деп айтты дейді. Ақиық ақынның шығармалары
ешқашан ескерусіз қалмақ емес. Қайта, жыл өткен сайын жас ұрпақ жадына сақтап жарысқа түсуде. Қазір кез келген мектеп оқушысынан Мұқағали Мақатаевтың өлеңін сұрасаңыз, еш тосылмай жырлап беруге дайын. Қазақстан, пай ардағымай, сен менің шолпанымсың жанғанудай. Өзіңде өмір сүрген қандай бақыт, өлмейтін махаббатым арманымай. Қарлығашым келдің бе? Қаршығадан саумысың? Аман есен жеттің ба айыр-құйрық науғысым? Оралдың ба тағы да өзің өскен ұяға? Оралдың ба сүйіктім? Екеуіңде бармысың? Анам маған үлкен сыйла деген, сол сөз маған ізгілік құйған ерен. Үлкен жерден ауысқан кішірікті, үлкен жерден өзіне сыйға берем. Атамнан қалған мұра ізеттірік, арымды соған қоям күзеттіріп. Адалдық менің сәби айбарым ғой, маңдайынан жүргені жүз өптіріп. Бірнеше жылдан бері Мұқағали Мақатаев атындағы халықаралық қоғамдық қор өз жұмысын жалғастырып келеді. Әр жыл сайын мұзбалақ ақынның шығармаларын топтастырып, том-том кітаптар шығарылуда. Ақынның асыл мұрасын халыққа таратуда бұл қоғамдық қордың атқарып жатқан жұмыстары орасан зор. 11 жылдай уақыт өтіпті. Бірталай жұмыс жасалды. Жылда кітаптар шығарып жатырмыз. Республика сарайында былтыр 85 жылдықта өте үлкен ән-жыр кешін өткіздік. Сол бір жағынан атамыздың 85 жылдығы, екінші жағынан қордың 10 жылдығы деп. Елімізде осы қордың мұрындық болуымен республикалық ғұмыр дария ән-жыр байқауы 9 жыл қатарынан өткізіп келеді. Онда оқушылар ақынның өлеңдері мен поэмаларын жатқа айтып, өз шығармашылығынан ақиық ақынға арнау шығарады. Осы байқауда төрағалық ететін белгілі кино қайраткері Шаяхмет Имашұлының айтуынша, Мұқағали ақынның шығармаларына жас жеткіншектердің ынтасы барынша күшейе түскен. Ағайынна жылда өткізілетін жырлайды жүрек атты Мұқағали оқуларына төрағалық етіп келе жатсыз. Осы қалай ойлайсыз, жастар арасында өрлеу, бір жаңару байқала ма? Фестиваль жылда өтіп жатқаннан кейін әр жылдың өзінің бір ерекшеліктері болады. Әр жылы жасара бастайды балалар. Бұрын бірінші сыныптан бастағанбыз, кейін 6 жастан дедік, 5 жастан дедік. Соныменен тұрақталып қалды. 5 жастан 17 жасқа дейінгі төменгі саты, орта саты, жоғарғы саты балалар. Шаяхмет Имашұлы тек бірлестіктің төрағасы ғана емес, Мұқағали танушы ретінде де көпшілікке белгілі. 40 жылдан аса уақыт ішінде ақиық ақынның мол мұрасына ерекше ден қойып, зерттеп жүрген қайраткер. Туады әлі нағыз ақын балмен тамызатын, жесірдің айырылмас серігі боп, жендеттің көзінен жас ағызатын. Туады әлі нағыз ақын. Жыр жолдары жасым боп атылғанда, аспаннан оқылғанда, мылқауларға тіл бітіп, керең естіп, жанар пайда болады соқырларға. Туады әлі нағыз ақын. Халықтың ардауылы Мұқағали Мақатаев ардақталмай қалған жоқ. Бүгінде ақынның атымен аталатын көшелерді еліміздің көптеген қалаларынан кездестіруге болады. Алматы қаласындағы бір мектепке ақынның аты берілген. Ақын атында мектебімізде шағын мұражайымыз бар. Және де биылғы жылы осы өзіміз ұстаздар қауымы болып ойласа отырып, оқушы күнделігінде Мұқағали Мақатаев есіммен тығыз байланыстырдық. Бұл күнделіктің ерекшелігі сонда, осының ішіндегі әрбір бетте Мұқағали айдары бар. Сол Мұқағали айдарында ақынның мына жыл мезгілдеріне орай әрбір өлеңі жинақталып алынып, шәкірт жадында сақтала берсін деген мақсатпен осы күнделікті қазір оқушыларымыз қолданып жүр. Көрермін, керемет бір күн кешермін. Болашағым, сенімен бір көсермін. Мен сенің үніңменен үндесермін. Мен сенің тіліңменен тілдесермін. Сауық құрам бойында бір көшенің. Болашаққа үміт артқан ақынның бұл өлең жолдары ұрпақ санасында мәңгіге сақтаулы. Өзін поэзияның сыңарына балаған ақынды халқы жадынан ешқашан шығармақ емес. Жырыңды нашқа келтіріп, айтпайтын әртіс қалмады. Дүймел тыңдап желпініп, ақындар өлең арнады.
театр, кино, баспалар көріп алып жатыр пайдаңды. Өз тілінде оқып басқалар. Әр жырың әнге айнады. Тізімің сені атамас, алдына бірақ қарадың. Ешкімге залал жасамас, аңыз болып сені салдың. Көз тартты бейнем көрмеден, ескеріш орнай бастады. Бір рет сені көрмеген, естелік жазбасты. Қанатты атың құйғытты, желпінтіп жеңіс байрағын, мемлекеттік сыйлықты қанжығаға қырбайладың. Ортасында өмір дүрмектің, жүрер ең, жырлап, халық үшін тіріңде осы құрметтің. Көрсең бе, жарым жатсың.